Саламатсыздар ма? Бүгін біз интербелсенді фонарик әдісімен танысатын боламыз. Ол үшін мінекей бағдарламаны установкасын жасап аламыз. Ағылшын түрін таңдап, астындағы темам деген сөз таңдаймыз. Яғни бұл түркше түр. Соны ағылшын түріне ауыстырып аламыз. Мінекей бағдарлама орнатылды. Осындай сол жақ терезенің сол жағында құралдар сайманы, оң жағында терезелер. Осындай батырмаларын көре аламыз. Бұл Paint секілді өте жеңіл бағдарлама. Мінекей түстерді таңдау арқылы балаларға қажетті текстті тапсырманы енгізейік. Мысалы, мен сәлем деп қана жазайын. Сәлем. Сонымен қатар астындағы плюс батырмасын басу арқылы текстті енгізсек болады. Мінекей жоғарыдағы тұрған құрал өшіргішті басу арқылы өшіре береміз. Түстерін барлығын өзгерте аламыз. Міне маркерлерін барлығын таңдай аламыз. Сонымен қатар құралдар саймандарын қимылдата аламыз. Енді плюс батырмасын басып, ішіндегі текстті басу арқылы мұнда әртүрлі текст енгізе аламыз. Мінекей бағдарламаның текст клавиатурасында қазақша не болмаса орысша жоқ, ағылшын тілі ғана тұр. Бірақ біз компьютердегі клавиатурамен қазақша болмаса орысша жаза береміз, яғни клавиатура көмегімен. Яғни интерактив тақта арқылы ағылшынша, ал компьютермен орысша қазақша жаза береміз. Мысалы, мінекей мен ұстаздар каналы UK онлайн білім деп өзіміздің каналдың атын жазайын. Қазір осыларды лумпа әдісі арқылы қарап шығатын боламыз. Мінекей UK.online нижний пробел білім. Мінекей жаздым. Енді қайтадан плюс батырмасын басамыз. Мінекей мұнда әртүрлі жағдай жасалынған, яғни stopwatch деген батырманы басу арқылы таймер қоса аламыз. Мінекей лумпаны басу арқылы жақындата аламыз. Сонымен қатар мұнда backgrounds деп тұр. Backgrounds яғни артқы фонды өзгерте аламыз. Мысалы, мінекей осыны таңдайын. Енді қайтадан плюсті батырманы басып, spotlight деген батырма тұр. Яғни біздің жаңа лумпа әдісіміз осы құрал арқылы жасалынады. Мінекей сол құралды басамыз. Spotlight деп тұр. Соны басамыз. Мінекей бастым. Енді осындай қара терезе болды. Мына лумпаның ортасын баспаймыз. Лумпаның шетіндегі қара терезе жерін басамыз. Сонда ғана біздің лумпамыз қимылдайды. Ал егер ортасын басатын болсақ, лумпамыз қимылдамай қалады. Осылай қара терезенің қара бөлігін басу арқылы лумпаны жылжытып шығамыз. Мінекей сәлем, ұстаздар каналы деп шықты. Қайтадан лумпадан шығу үшін қайтадан плюс батырмасын басамыз. Қайтадан spotlight деген батырманы басып лумпадан шығамыз. Ал енді бағдарламадан шығу үшін оң жақ бөліктегі сызықтарды басу арқылы quiet деген батырманы басу арқылы шығамыз. Назарларыңызға рахмет.